Баршаға сәлем достар, дәл осындай монтажды қалай жасауды бүгін сіздермен бірге үйренетін боламыз. Ол үшін біз CapCut бағдарламасын ашамыз және де мына жақта import file деген бар. Менде мына жерде материалдар дайындап қойғанмын, міне екі материалды. Егер қаласаңыздар, бұны жай ғана интернеттен алсаңыздар болады. Бұл қарапайым картинкалар, ешқандай бір монтаж анау ештеңе талап етпейді. Мына жерде мысалы yellow color деп ағылшынша жазып, немесе желтый цвет деп жазсаңыз, мыяқта Google өзі сізге тауып береді. Дәл осы жерден мына картинка бөліміне кіріп, өздеріңіз қалаған түсті жүктеп алсаңыздар болады деген сөз. Мысалы мыяқта міне картинкалар шығып жатыр. Мысалы, ешқандай жазуы жоқ, однотонный картинкалар шығып жатыр. Дәл осыны үстінен осылайша басып, мына жерде сохранить картинкуды басасыз. Сосын сізде осындай шығады, сұрау шығады. И мінекей мен жүктеп алдым. Дәл осы сияқты өзіңіз қалағанша картинкаларды жүктеп алсаңыздар болады. Қаласаңыздар қара түс керек болса, мына жерде мен мысалы black color деп жазамын. Бұл қара түс, өздеріңіз білетіндей, қара түсте міне осылай шығып келді. Дәл осылай алып, кез келген осы жерде мысалы сохранить картинку деп осылай сақтап алсаңыз болады. Егер сізде интернет істемей осындай файлдарды жүктеп алу өте қиын болып жатса, өздеріңіз білетіндей, мына жерде пуск все программы, мына жерде стандартный Paint бағдарламасына кіріп, дәл осы жерде мына заливка деген бар. Заливканы таңдайсыз, мына жерде түсті таңдайсыз, қараны таңдайсыз. Сосын мына жерден барып, осылайша сохранить етсеңіз болады изображенияға. Немесе мына жерде қаласаңыз, мыяқта осындай кез келген түсті алып, осылай сохранить етіп алсаңыздар болады. Өздеріңіз мұқият көріп алыңыздар, қайсы папкаға сақталу керек, файл барлығын солай көріп алсаңыз болады. Менде мысалы мінекей екі картинка дайын болды. Енді менде мына жерде сіздерге бір пример көрсетіп өтейін. Мен мысалы мына қара түсті алдым бірінші, сосын мына жақтан текст бөліміне кіремін және осы жерде кез келген текстті жазамын. Мен мысалы мына жерде текст жазамын, креатив деп жаздым және мына жерде шрифты бөлімінде мынау шрифт бар екен. Дәл осы шрифтті интернетке жазып іздесеңіздер шығады. Мінекей, немесе жай ғана мына жерде настройкадан істесе болады. Мына жерде узор бөліміне кіріп, мына жерден осылайша кривой тексті осылай істесеңіз болады. Егер сіздің таңдап жатқан текстіңіз осылай тіке болатын болса, мысалға тіке болатын болса, дәл осы жерден узорды осылай қисайтып қойсаңыз болады. Бұл более креативный монтаж деген сөз. Мен мысалы текстті үлкейттім және мына жерде YouTube форматқа арналса осылай істеймін, немесе телефонный форматқа істеу үшін мына жерде 916 деген бар. Неге бізде 916 форматқа түсті. Мен дәл осы жерде міне YouTube форматқа осылай істеймін. Неге десеңіздер, бұл мендегі видеом басталғандағы интро болуы керек деп санаймын. Сіздер осы қалаған сөзді осылай жазсаңыздар да болады. Және мына жерде мен текстті көшіріп аламын. Ол үшін мына жерге кіріп копировать етемін және мына жерге поставить етіп аламын. Бұл екінші деген сөз. Сіздер осы жерде шатастырып қоймаңыздар. Мына тексттің размері дәл осы центрде тұру керек барлығы. Ал сосын мына екінші тексттеріңіз осылай размері кішірейтіп, мынандай жері өзгеріп, осындай жерге түсіп қалмау керек. Сіздер басынан жазып шығуларыңыздың қажеті жоқ. Ол үшін сіздер жай ғана текстті көшіріп алсаңыздар, осылайша бұл дәл өзі копия болып түседі деген сөз. Енді мына жерде мен осылайша дайындап алдым. Енді сары фонды алып, екінші дорожкаға қоямын және масштабты үлкейтіп алып, және мына жерде тексттің түсін қараға өзгертіп қоямын. Мінекей, менде екі дорожкада екі бөлек футаж пайда болды. Енді мен осы жерде қалатын жұмысым, мұқият байқаңыздар, мінекей мен бастапқы екі файлды выделить етемін және мына жерде сборник клип дегенді басып, сборник клип етіп аламын. Сіздермен өткен сабақта сборник клип жайлы видео сабақ өткен болатынмын, соны мұқият көріп шығыңыздар. Сосын мына екінші жерде бар, екінші футажды таңдап, дәл осы жерден мишканың оң жағын басып, создать сборник клип деп, бұнда сборник клип істеп аламын. Енді осы жерде сіздермен өткенде слой сабақтарын өткен болатынмын. Дәл осы слой сабағында қалай көрсеткен болсам, дәл сол сияқты біз видеоның үстіне осылайша слой қылып қоямыз. Енді мына жерде сіздерге кішігірім осылай көрсетіп кетейін. Мен мына жерде қаласам қара түсті жоғары, қаласам сары түсті төменге қоямын. Мына жерде менде кішігірім қателік кетіпті. Қара түс экранды полный жауып тұру керек. Ол үшін мен мынаны осылай үлкейтіп қателік істеуімнің қажеті жоқ. Ол үшін біз өздеріңіз білетіндей сборник клип бөліміндегі дәл осы жерде мен
мына қара түсті таңдаймын және үлкейтіп қоямын. Қара түстің размерін үлкейтіп қоямын. Сосын мына затқа шығамын және дәл осы жерде мұқият қараңыздар. Сіздермен өткен сабақта маскалар жайлы да сабақ өткен болатынмын. Егер маска жайлы түсінбесеңіздер, маска жайлы сабақты қайта көріп шықсаңыздар болады. Мінекей мен мына жерде футажды таңдадым. Сосын видео бөліміне кіріп мына жерде маска деген бар. Мінекей маска деген осы жерде өздеріңіз қаласаңыздар 4 бұрыш, осындай жұлдыз, кез келген осындай осылай масканы қойсаңыздар да болады. Мінекей мен мына жерде домалақты таңдаймын, өздеріңіз білетіндей. Енді сіздермен өткен сабақта ключевой кадр жайлы, яғни кейфрейм деген сабақ өткен болатынмын. Дәл сол сабақты көріп шықсаңыздар, сіздер ключевой кадрмен қалай жұмыс жасауды өздеріңіз біліп аласыздар. Енді мына жерде мен осылайша масканың размерін кішірейтіп аламын. Мінекей масканың размерін осылайша кішірейтіп алып, мына бұрышқа қойып, барынша осы размерді осылай кішірейтемін. Мінекей менде дайын болды. Енді мына жерде футаждың бас жағына қоямыз. Мына жерден маска бөлімінде ключтарды қосып қоямыз. Барлық ключтар қосылды. Енді мына жерде 1-2 секунд өткеннен кейін дәл осы масканы мен осылайша размерін үлкейтемін. Мінекей размерін осылайша үлкейтемін және мына жерден осылай бүткіл текстті осылайша ашып шығамын. Мінекей менде кішігірім анимация пайда болды. Сосын мына жерден осылай ключтарды жасап осылай қоятын боламын. Мінекей менде маска дайын болды. Ендеше мына жерде осылай видеоның маска бөліміне кіріп, осылайша масканы осылай жылжытып ортаға қоямын және мына жерден осылайша бүткіл масканы осылай үлкейтемін. Мінекей менде осылайша монтаж шықты. Міне сіздерге қазір көрсетіп кетейін. Мінекей креативный монтаж осылай болды. Сіздер енді дәл осыны өздеріңіздің интроларыңызға қойсаңыздар да болады. Мына жерде және кішігірім көрсетіп кетейін. Мына жерде ключтардың арасына анимация қойсаңыз болады. Яғни Alt К деген кнопканы басамын. Мына жерде дәл осылай ключтардың арасына осылайша біз кривой, яғни жалпақтармен түсіндіргенде жұмсақтау переходтарды осылайша қойып шығамыз. Сол кезде біздің монтажымыз более көзге әдемі көрінетін болады. Мінекей менде осылай креативный монтаж болды. Енді осыны жауып орнына қоямыз және Alt К-ны басып осылайша жауып қоятын боламыз. Бізде осылай монтаж болды. Енді видео ұнаған болса арнаға тіркеліп, міндетті түрде достарыңызбен таратыңыздар және дәл осылай видео монтаж жасауды нөлден бастап көріп шықсаңыздар да болады. Мына жерде сіздерге осы плейлист ссылкасын тастап кетемін. Дәл осы ссылка арқылы видеоны нөлден бастап қалай үйренуді көріп шықсаңыздар болады. Ендеше сау саламат, аман болыңыздар.